Салем достар, біз Баку қаласындамыз. Баку Азербайжан мемлекетінің астанасы болып табылады. Ең бірінші Азербайжан туралы айта кетейін. Азербайжан республикасы Еуропа мен Азияда орналасқан. Ол оңтүстік шығыс Кавказда орналасқан тәуелсіз мемлекет. Солтүстігінде Ресейдің Дағыстан республикасымен, ал оңтүстігінде Иранмен және батыста Армениямен шекараласады. Және оның анклавы бар. Нахшыван автономия республикасы. Ол бөлек орналасқан, оңтүстікте Иранмен, шығыста және солтүстікте Армениямен, батыста Түркиямен шектеседі. Ал енді Азербайжанның халқы 10 миллион адам шамасында. Ал Бакуға келетін болсақ, Бакуның халқы ресми түрде 2,5 миллион адам құрайды, ал бейресми түрде 4 миллион шамасында адам қамтиды. Ол барлық агломерацияны қосқанда. Баку қаласы ол Каспий теңізінің батыс бөлігінде орналасқан Апшерон түбегі. Жалпы Баку ол ежелгі қала 3 ғасырдан белгілі, ал 12 ғасырдың екінші жартысына дейін Ширван мемлекетінің орталығы болған. Баку көптеген мемлекеттердің астанасы кезінде болған. Мысалы 12-15 ғасырлар арасында шығыс елдеріне мұнай шығаратын портқа айналды. 16 ғасырдың 80 жылдары қаланы Түркия басып алды. 1604 жылы Баку қамалы Иран шахы Аббас бірінің шапқыншылығынан қатты қирады. 1747 жылдан бастап Баку хандығының орталығы. Бакуның климаты субтропикалық. Қаңтарда орташа температурасы +5 градус, нөлден жоғары. Шілдеде +25-30 градус. Жалпы климат өте жылы, тек қана жел демесек ыстығы. Баку көлік жолдарының ірі торабы. Қалада ірі порт, мұнай және табиғи газ өндіру, мұнай өңдеу, химия, машина жасау, прибор жасау, электр құралдар, электроника, кеме жөндеу, жеңіл және тамақ өнеркәсібі, құрылыс материалдар өндірісі, тағы басқа өнеркәсіптер жақсы дамыған. 1967 жылдан бастап метрополитен жұмыс істейді. Бакуде Азербайжан Республикасының мемлекеттік басқару органдары, ғылым академиясы, ғылыми мемлекет мекемелері, ондаған жоғарғы және орта арнаулы оқу орындары, театрлар, 30-ға жуық мұражай, оның ішінде өнер, кілем, қолөнер мұражайлары орналасқан. Орта ғасыр мәдениетінен қалған сәулет ескерткіштері: сынық қала минареті 11 ғасыр, Ширван шах сарайы 15 ғасыр, Қыз мұнарасы 12 ғасыр, Жұма мешіті, тағы басқа. Burası Heydar Aliyev merkezi. Жақсы ғимараттар бар. Yanında parkı vardı. Evet. Burası hepsi park mı? Ал енді Азербайжандар туралы айта кетейін. Бұл этнос және ұлт. Азербайжанның байырғы және негізгі халқы. Әлемде шамамен 45 миллионға жуық азербайжандықтар бар. Бір қызықтысы, олардың көбісі Азербайжанда емес, Иранда тұрады. Ол жақта 15 миллионнан астам азербайжандықтар бар. Akşam normal. Şu an biraz sıcaktır. İndiyanlar çok
саябақ. Мұнда көптеген шетелден келген туристер жүр. Әсіресе Индия, Пакистан елдерінен, Корея, Қытай жақтан келген туристер де көп. Мына жерге олар қаптап алды. I love Baku. Бізде Қазақстанда эскалатор тек ғимарат ішінде болады. Ал Бакуға келетін болсақ, эскалатор далада да тұр. Бірінші рет көріп тұрмын сондайды. Жасайды ма, жасамайды ма? Жасамайды екен. Далада тұрған эскалаторды бірінші рет көріп тұрмын.